Қобалжып қалдыңыз ғой. Да, там можно много говорить, да, но будет его только выгнать, да, то он не знает. Да. Ол секретная информация. Это violation вообще-то. Болды сыртқа қоясың. Кофе ішуге болмайды енді, бітті енді. Кому за 40 деп бастадық, кому за 45 деді, содан кейін қойдық қой. Қараңдар. Күнде күнде венгерскийге жүгіреміз. Иә, сөйтіңдер. Бұл обязательно спортзал деген. Да. Алло, Талдыбай, здравствуйте. Элизабет Мушанова. Я. Кім? Элизабет Мушанова по поводу видеосъемки. Елизабет қалай? Иә, қалайсың иә? Талдыбай, саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Жақсы, қалайсыздар? Элизабет Мушанова. Рада Талдыбай знакомству. Қайырлы күн баршаңызға. Қош келдіңіздер біздің ғимаратқа. Менің атым Маханов Талдыбай. Осы ғимараттың басшысымын. Welcome to ICC. Енді мынау, былай қарағанда мынау основной менің жұмыс жасайтын жерім ғой. Локациясын көріп тұрған шығарсыңдар. Где-то былай шетінде мына промыслдың основной мұнай беретін жағында локация специально осы жерге алынған. Мына не бірінші не ашылған кезде сразу осы жерге келдік та біз. И осы жерде выбирать етіпті да. Бұл енді ICC деп айтады, бұл ағылшынша оңайды ғой, енді ICC деп айтады. Енді қазақшасы бірлескен орталық басқару, былай орталық басқару деп айтады. Былай қарайтын болсаң, былай үлкен аббревиатурамен қараған біз балдар көбінесе қиналады жаңа айтуға. Қазақша БГ деп айтылады ғой негізінде. Біз енді ТШО-ның тарихын қарайтын болсақ, бізде 3 үлкен осындай орталық болды. Біреу КТЖ-да болды, үлкен екінші бұл зауытта болды. Үшінші мұнай қоры шығаратын жерде кеніште болды. Енді соның бәрін үлкен проекттер жүріп, мына орталыққа алып келді. Бұл центральный операторны былай қарағанда орысша айтқанда басқару орталық. Менің основным енді обязанностым адамдарды өнімді дұрыс шығарып, адамдарға қарау. Бірінші енді қауіпсіздік қой. Енді 24-ке алдымызға қарайтын болсақ, енді одан да үлкен болады біздің жұмыстар. Өйткені қазір бізде үлкен жобалар, келешек жобалар келіп жатыр да. Бәріміз де білеміз. Соған қазір біз қатты соған дайындалып жатырмыз енді. Қалай болғанда, ертең бізге келгенде екінші бұл зауыттың жаңа high pressure, low pressure деп айтады ғой, үлкен қысымнан жай қысымға үлкен уникальный тағы бір проекттер болады. Соған енді PBF-ті қосады, оны бірінші несін қабылдауымыз керек мұнайды. Оны қанша деген, мысалы, қанша жылдар болып жасап отқан жұмыс, енді сол соң жағында біз жаққа келеді. Біз оны қабылдап алып, соны безопасно қосуымыз керек. Әр отделдің өзінің несі бар да, былай boundary деп айтам, өзінің бір несі бар, границасы бар. Мысалы, КТЖ-ның өзінің границасы бар, ЗВП-ның өзінің границасы бар. Олар сол оларда да өздері жұмысы көп енді ас жағында. Бірақ енді бізге келетін болсақ, сол бәрі бізде болған екен. Қай жерінде бір зат болса, ол ICC-ге бәрібір келеді да. Өйткені біздің пульт управление жерден тұрған екен. Мысалы, КТЖ-да жұмыс болса, үлкен жұмыс, критикалық жұмыс болса, біз сол жерде жүреміз. Екінші бұл зауытта болса, біз сол жерде жүреміз. Жаңағыдай кеншіде болса, біз сол жерде жүреміз. Енді келешек келгенде жаңа айтып отырмын ғой, PBF деп айтып отырмын, бұл қосқан жерде опять-таки біз ояқта жүрміз. Қай жерде жұмыс болса, біз бәрібір сол жерде болуымыз керек. Мына жер енді visibility өте жоғары да, динамика, жаңа айтып отырмын ғой. Күнде бір нәрсе үйренесің. Үйрену өте көп та. Бұны ICC деп айтқанда ICC ғимараты емес, ICC концепция, ICC-дің жұмыс жасайтын адамдар ғой бұл жерде. Адам болмаса, ондай қызығы да болмайды ғой адамдар. Сол.
Ну, интересно, что мы давно работаем с Талдыбаем, да, то есть так же, как он начинал со времени создания СПД. Я тоже самое в это время пришел, да, в принципе, вместе росли, он рос в эксплуатации, я как бы больше по аналитической части, да, соответственно. Ну, как я уже сказал, простой и открытый, наверное, самые такие два качества, да. Да, там можно много говорить, да, нам будет его только выгнать, да, а то он зазнается. Потом скажет, что я такой большой, красивый, и все, я с тобой не разговариваю. Будь осторожен, PMP, да. Да, да. Промыслда жасағанда Талдыбай бізге сояқта да суперинтендант болып жасап кетті 2-3 жыл. Иә. Баяғыдан танимыз ғой. Баяғыдан келетқан адамдар бір-бірін былай жатқа біледі. Кім қашан келген, қай отделде жасаған. Иә, тап солай. Енді өздеріңіз ойлап көріңіз, енді көп уақыт осындай лауазымда жасап жүргесін өзін ұйымдастыру қабілеті жоғары деген сөз. Өзінің тәртібі де жоғары деген сөз. Көп жерде көп бөлімдерде басшы болып келетір. Жігіттерге кейін амандасып кетейін. Бригада келіп отыр. Бүгін бізде перевахтовка. Жаңадан ауысым келіп отыр екен, как раз. Бәрімен амандасып кетейін. Салам алейкум. Ал, келіп атсыз. Гүліңізге су құймады ешкім. Мен қарамасам ешкім қарамайды. Қарайтын адам жоқ. Мына гүлді екі адам қарайды екен. Мен ана кабинетіне айттым, кабинетім ана жақта қарасам, өткенде бір гүл қойып қойыпты. Кімнің гүлі десем, ана бір үлкен кісі бар еді, 30 жыл жасаған, соның гүлі дейді да. Сосын қарасам, мәкенің гүлі екен. Мен айтам, мәке, гүл қайдан десем, промыслда бар еді да, промыслдан алып кетті мына гүлді. Содан келгенде осы жаққа алып кетті. Соны айтам да, келген сайын қара, мына сәл суғармапты ешкім. Арасында мен айтам, балдар, мынаны суғарып қойсаңдар сөйрет, ана кісі келгенде ұрсады ғой деп. Қарасам, бүгін су құйып қойыпты уже. Сол гүлдің доллар әкелеміз бе деген доллары ма? Әкелім. Доллары гүлді әкелім. Салам алейкум. Қош келдіңдер, жігіттер. Қалайсыңдар? Сол бізде келіп қалды. Мына заводты көрсетіп жүрмін. Сол сендерді да заводқа келіп, осындай жігіттер бар екен деп. Сердце завода. Сердце завода, я. РП-ді айтам. Айтсай сол сердце завода. Мы качаем нефть, главное. Да. Мұнайды қалай кашелеп атқан бәрін. Ол секретный информация емес пе? Бізде енді резервуарный парк қой, мұнай сақтау паркі, былай айтқанда. 2 заводтың мұнайын қабылдаймыз, отстой істейміз, суын шығарамыз, сосын уже КТК-ға дальше насостарымыз бар, экспортный солмен береміз. Бірақ сендерге жұмыстарын көбейетін болды ғой. Оның жүректерін одан да қатты соғатын болды. Қазірде қатты соғып тұр, бағана ертең 1 миллион баррель болғанда одан да қатты соғып та. 3 завод енді, 3-ші завод қосылғанда енді жақсы үлкен ғой. Производство көбейеді ғой. Так что ана жүгіріп, ана денсаулықтарын қараңыз. Жоқ, күнде венгерскеге жүгіреміз ғой. Ол обязательно спортзал деген. Біздің мына ауысым басшыларына барайық. Ауысым басшылары бар. Тәкеңді енді 30 жылдай танимыз бір-бірімізді. 92 жылдан бері жұмыс жасап жатыр. КТЛ-да бірге жасадық. 5-ші неткіні бірге қостық. ЗВП-да бірге жасадық. Жұмыскер, адамгершілігі жақсы. Коллективпен де жұмысы бәрі жақсы. Бірімізді жақсы түсінеміз, баяғыдан бері жасап жатырғасын. Жақсы режимге шығаруға да ЗВП-нда да көп үлесін қосты өзін. Так, ассаламу алейкум. Қалайсыз? жұмысты бірге бастадық, бірге ұмытта тұрдық арасында. Әңгіме айтып, ол кезде енді жаспыз ғой енді. Енді Талдыбай енді ол оператор кезінен жұмыскер тырым таппайтын. Тағы бір жігіттер бар, бір колонның басынан түспейтін еді. Бірақ енді соның нанын жеп жатыр енді. Енді айтуға болмайды ондайларды, бірақ ұйықтамастан
түнгі 3-ге дейін айтатын едік. Қалай еді? Қазір енді бірге жұмыс істеп жатырмық, бәрі жақсы. Қобалжып қалдыңыз ғой. Жылқыма тос десе, жақсы давай. What makes Taldabai Taldabai is when he really wants something done, because he uses the term regularly, are we crystal clear? And so that's one of the top. So when Taldabai says, is it clear? Is it crystal clear? You know, okay, this is a very important thing for Taldabai. Yeah. Another one of the things that Taldabai will do is when we get done with the meeting, he'll say, I don't really have anything, and then he'll say about 15 things that he really had. So that's a common thing for Taldabai too. Taldabai is one of the smartest people I've worked with when it comes to process. And I lean on him a lot for the process at TCO. I would consider Taldabai my mentor at TCO. What I mean by that is I have many years' experience with Chevron. However, that experience is in downstream, and I have not been in an upstream facility. And so over the last couple of years, Taldabai has been a person who has taught me how TCO operates. Thank you. I look forward to seeing myself on video. Crystal clear. Are we clear? Yeah. Crystal clear. Yes. Thank you. Thank you for feedback. Thank Екі you. жыл бұрын ашқан кезде, бірінші мен өзім жалғыз осы жерге келдім. Біздің енді ертең мына келесі завод қосылады мына жерге, бұл жерде адамдармен толады. Сонда ойлап отырсам 1 миллион баррель мұнай. Өте үлкен цифра. Былай қарағанда. Тошо, мен мысалы Тошоға бірінші 92 жылы келгенде апрель айында қосылған екен, 91-де бірінші вообще-то келдім осы жерге. Сонда апрель айында қосқан, бірінші мұнайды берген. Сонда келіп практика өткенбіз осы жерден. Осы жерден практика өтіп, 3 айдай кейін барып, сол жерде шешім қабылдадым да осы жерге келемін. Адамдармен сөйлескенде біздің мен байқайтыным кейде не алған кезде 3 начальниксмен 3 жерден келеді да, мына жақтың бастығы, мына КТЖ-ның бастығы, мына ЗОП-ның бастығы осы жерде сөйлесіп отырады. Үлкен төбе қылып, мына жерде сөйлесіп, ақылдасып отырады, мына жерде сөйлесіп, қалай ойлады деп. Байқаймын, не істеп жатсыңдар деп келемін мына жақтан. Сонда мынаны қарап отырмыз дейді. Өте жақсы. Бұндағыдай телефон не емес былай. Тура бір-бірімен сөйлесіп, коммуникация. Тағы бір көрінбейді, көрсетті ме сіздерге көрсеткен жоқ па? Мына жақта тағы үлкен бір не бар. Ерекшелігі бар да, басқа жерге қарағанда. Мына жерде группа Power бар. Мына жерде де пульт бар. Отдельно өздеріне алған. Ассалаумағалейкум, жігіттер, қош келдіңдер. Қалайсыңдар? Қалайсыңдар? Келіп жатсыңдар ма? Қалайсыңдар, Мына Тошоның электрический система осы жігіттер қарап отыр мына жерде. Еркін қалайсыз? Еркін начальник. Осы ненің басшысы Еркін өзін таныстырып жүрсейші. Бізде енді біздің қазір бүгін таңның өзінде 4 электростанциясы бар. Сол бүткіл теңгизм бәрін тоқпен қамтып етеміз. Жақсы, Ерха? Иә, жақсы. Обязательно. Это violation вообще-то. Болды сыртқа қойсы. Кофе ішуге болмайды енді, бітті енді. Кофе ішуге болмайды, violation. Мынау біздің не? Кофе рум. 92-де келдік. Осы жерге. Сонда бір жылдың өзінде көп заттар өзгеріп кеткен екен. Chevron компаниясы келіп, сол 93-тен бастап, енді оператор болдым, кейін КТЖ-да пультты, жеттер айтып отыр, пультқа келіп, аға оператор жұмыс жасап, кейін ешті орын сөйтіп жүріп, үйге бардым. Process Safety Manager деген бір позиция бар еді. Ол жерде жұмыс жасадым. Одан кейін ұсыныс түсіп, начальник, кімдер, Ернияз кімдер жасап отыр ғой, Марлен
солар сияқты Қарасай менде начальник смен болған. Ол жерде бір КТЖ-да 3 жыл ма 4 жылдай жұмыс жасадым. Үлкен тәжірибе болды. Заводтарды қалай қосу, уже уровень басқа, уже ответственности, уже масштабы завода қарап. Соны сөйткеннен кейін барып, жаңа дневной начальник деп айтады, күндізгі ауысым басшысы болдым. Лургеда 2 жылдай жұмыс жасадым. КТЖ-да. КТЖ-ны былай қарасаң, КТЖ-ны түлеп екен. Бәріміз ойнап айтамыз, бәрі бұл жердегі өндірістегі жүрген бәрі КТЖ-ны түлеп екен. Айтқанда, ол сондай бәрі КТЖ-дан шыққан бәрі. Бір 3-4 жыл неде жасадым, сыртқы аймақтарда. Одан кейін екінші буын завод, ол жерге барып, как раз қосқан, соны екінші жылыма мен барып, сол екінші заводты бірінші үлкен капремонт өткіздік. 2 жылдай, одан кейін одан өтіп 2 жыл ассайментқа барып келдім. Даунстрим ақшқа, сол Эльсегунды деген заводта жұмыс жасадым сол жерде. Негізінде Шымкенттемін. Сол жерде оқу бітіргем. Ол жерде қанша жылдан бері уақытылы жұмыс жасап, Шымкенттен келіп жүргем. Балдар өскеннен кейін екеуі сразу оқуға түсті да, Алматыда оқыды. Кішкентай қызымыз 2 апта сайын үлкендеріне барам дейді. Содан кейін бір күні ойлап, жақсы деп, балдар үшін жақсы деп, Алматыға временно көшіп кеткенбіз. Пока временно тұрып жатырмыз ғой Алматыда. Енді 3 балам бар. Ең екеуі үлкен. Енді қазір кішкентай қызымыз бар. Сол 9 классқа барғанда водитель боламын. Жігіттерден сұраймын, үйде не істедіңдер десем, водитель дейді. Сол бәріміздің үйде жүретін папалардың жұмысы бар, енді водитель деген. Мен ана қызым айтам, өте дорогой водитель деймін да. Үлкен балам нені бітірген, автоматизация. Тоже емес, бірақ автоматизация. А қызым нені бітірген, finance, финансист. Үйдегі хозяйка болса, ол вообще доктор. Енді мына кішкентай қызымыз, ол вообще другое направление. Ол сүйрет салады. Жасы өскен сайын еліміз тыныш болсын деп ойлаймын. Еліміз тыныш болсын, балдарымыз аман болсын, тумаларымыз аман болсын. Компаниямыз алға жұмыс жасап, сүрінбей, алға қарай жүре берсін деп айтқым келеді.